Цветная капуста бұл құрамында С витаминінің көп болуынан лидерлар қатарында. Соның арқасында темірдің организмге жақсы сіңуіне, анемияны емдеуге және оның алдын алуға қатысады. Оның құрамында В витаминдер тобы және калий, кальций, магний көптеп кездеседі. Цветная капуста сонымен қатар иммунитетті көтеруде, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуда, анемияны емдеуде, іш қатуды емдеуде және оны болдырмауда жақсы көмектеседі. Цветная капустаның адам ағзасы үшін басты пайдалы қасиеті ол асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуында. Қазіргі таңда барлық аурулардың 90% асқазан ішек жолдарының бұзылуынан пайда болатыны дәлелденген. Себебі иммунитеттің 80-90% асқазан ішек жолдарында орналасқан. Сондықтан цветная капустаны үнемі өз рационыңызда пайдалана отырып, асқазан ішек жолдарын жақсарту арқылы барлық аурулардың алдын алып, ағзаңызды бүкіл аурулардан оп-оңай қорғауыңызға болады. Сонымен қатар, цветная капустамен оп-оңай артық салмақтан құтылуға болады. Оның калориясы өте аз. Соған қарамастан құрамы көптеген пайдалы заттардан тұрады. Цветная капустаның құрамында сульфорафан деген зат өте көп. Ал сульфорафан семіздіктен құтылу үшін және оны емдеуде елеулі рөл атқаратыны дәлелденген. Цветная капустаның құрамында антиоксиданттар өте көп. Көптеген ғалымдардың зерттеуі бойынша антиоксиданттардың организмде көптеп болуы біздің клеткаларымызды раковой мутациялануынан қорғайды. Сонымен қатар, цветная капуста құрамында холин дәруменінің көптігімен де ерекшеленеді. Ал холин өз кезегінде мидың жұмысын жақсартуда және бауыр мен жүректің жұмысын жақсартуда елеулі рөл атқарады. Цветная капустаның бұдан да басқа ауыз толтырып айтатын адам ағзасына пайдалы тұстары өте көп. Сондықтан бұл көкөністі өздеріңіз де, балаларыңыз да рационына енгізсеңіз, денсаулықтарыңызға жасаған үлкен сый болып табылады. Цветная капустаны салатқа, гарнир ретінде кез келген тамаққа да пайдалансаңыз өте дәмді болады. Берілген мәлімет сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.